Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен 85 жастағы атамызды массаж жасаймыз. Массаж жасағанда бұлай, мына аяғы, мына жерлері ауырады кәдімгідей. Мына жерлері көресіз, бір аяғы іскен, бір аяғына қарағанда бір аяғы іскен. Бұл неден? Көбінесе осындай жасты аталарда 60-тан аса, уже 50-ден аса, 40-тан аса көбінесе еркектерде простатит болады. Ата уже простатит менде уже давно уже неғыватыр, мазалаватыр дейді. Сосын мына уже сандарын ісе бастап уже ауырыватыр дейді. Енді қараңыздар, бұған не жасаймыз? Бұл простатитке де ем болатын, әрі мынау тізеге де жақсы болатын, мынау шеміршектерге де, мынау ұршыққа да жақсы болатын. Сіздерге мен ең керемет деген емді айтамын. Енді бірінші біздер қазір нені аяқтарын жақсылап массаж істеп аламын. Мына қараңыздар, толықтай қараңыздаршы. Мынау аяққа қарағанда, мынау аяқ әдемі болып тұр, мынау аяқ сіңкі. Көресіздер ғой? Еще варикоз. Көбінесе адамдарда, әсіресе мына еркектерде простатит болған кезде осылай варикоздар шығады. Міне, осылай. Варикоздың светі басқаша. Көресіздер ма? Әйелдердікінде емес. Әйелдер мысалға тіке тұрады, не қылады, например, міне екі қабат кезінде неғып кетеді, шығып кетеді ғой. Оларда басқаша простатиттен уже шығады. Қараңыздар. Міне, жақтарында көресіздер ма? Бұл ата негізі мұғалім болған. Көбінесе машина жөндейтіндер тіке тұрады. Осындай тіке тұрып не қылады ғой? Жөндейді ғой машинаны. Астына жатып, сол кезде мына аяқтары полный суға алып кетеді. Көресіздер ғой? 85-тегі ата бұл негізі. Қараңыздар. Мен өзім специальный вазелинмен бірінші жұмсартып, тем более мынау болған ешқандай мынау варикоз болған жерге ешқашан, варикоз болған жерлерге ешқашан комфортный сулар жақпаймыз. Бұларға ыстық болмайды. Ешқандай ыстық болмайды. Қараңыздар. Вазелин жағы. Мынау тізені. 1, 2. Ата жақсы ма? Ата? Атамыздың құлағы еспейді онша. Жақсы ма? Жақсы ма? Осылаймын. Жұмсартып алдық. Қараңыздар, бұны негізі үй жағдайында істей беріңіздер. Простатит кімде бар? Осы простатит болған кезде бірінші очередте мына сандар қақсайды. Еркектерге айтып қойын. Ол сандар қақсайды. Сандар қақсаған кезде уже менде простатит кетіп жатыр екен деп уже ойлаңыздар. Түсінесіздер ма? Простатит дегеніміз не? Простатит дегеніміз кәдімгі осы неде? Простата безінің сінуі болады. Сіну болғанда мысалға қайта кіші дәретке шыға береді да, қайта толық шықпайды да, толық шықпаған кезде сандарға жайлап өтеді. Түсінесіздер ғой, егер осындай ауру болатын болса, тура осылай жасаңыздар. Енді қараңыздар, бізге мен массаж істеп болдым. Енді бізге керегі хрем болады. Хрем. Бұны мысалы қыста істесеңіздер де болады. Хремді жұлып алып қоя берсеңіздер, морозилкаға салып қоясыздар. Маған қазір 1, 2, 3, міне 4 керек болады. Бұны міне мысалы несіне мынандай жерлерде тұра берсін. Аламыз, кәдімгі осылай. Ыстық су құямыз. Қайнаған су. Сосын бізге әсел керек болады. Таза әсел керек болады. Бірінші миотты алып, жақсылап жағып аламыз. Қараңыздар, мына жерден мен бастап жатырмын. Көресіздер ғой, осы жерден бастап жатырмын. Соны жақсылап мен бірінші не қылып алуым керек? Кәдімгі жайып алып, қараңыздар. Жайып алуым керек. Жайып алуым керек. Бұны кешке жатар кезге
Кешке жатар кезге істеп жатырмыз қазір. Көрдіңіздер уже, дәл осылай. Тізегеді, көресіз ба? Уже жаңа айтқанымдай, мына аяққа қарағанда, мына аяқ ісіңкі. Дәл сол екінші аяққа да солай жағамыз. Қараңыздар. Солай жағып аламыз. Простатит дегеннен еркектер өзі жаман қиналады ғой негізі. Қайта далаға шығады. Кейде ашынады дейді, ашиды дейді. Енді жасы үлкен адамға қиында ондай не ол. Қайта далаға шыға береді. Емі осы. Енді қараңыздар, тура осылай мен жағып алдым. Бұны жағып алғаннан кейін міне тура осындай не қылып аламыз. Бұның міне қазір міне 10-15 минут уақыт өтті, сонда да қараңыз, буы шығып тұр, е? Тура осындай мынандай жерлерін үзіп тастамаймыз. Міне суын төгіп тастадық. Енді тура осылай аламыз. Бұнда ем ақсаяқты екен да. Сондай шығар ата. Кәні міне битеміз. Қараңыздар. Тура осындай неден бастаймыз. Осылай айналдырамыз. Міне қараңыздар, е? Тура осылай. Мұны неден бар ғой, осылай қойсаңыздар, мұны миоттың ешқандай несі қамайды. Қазір мұны шіре болып тұр ғой бүйтіп. Мен астына дейін жақтым жаңа мұны. Міне дәл осылай қылып қойып алдық мұны миоттың үстіне, әселдің үстіне. Енді пешовой пакетпен ораймыз. Так. Жаймен көтереміз ата. Тура осылай. Бұл вообще простатитқа, тізе ауырсынуға өте керемет ем. Қараңыздар. Тізеге дейін. Мынау хрен бар ғой, хрен жапырақтарының. Бұл шамалдауды алатын, ісікті алатын қасиеті бар. Соған тура осылай қылып қолдану керек. Дәл осылай екінші аяққа да істейміз. Көресіздер ғой. Дәл осылай қылып екінші аяққа да істейміз. Бұны тек қана азанғы уақытта шешеміз. Атама бір күн өткізіп келіңіз деген ғой. Бір күн өткізіп, дәл осылай не қылып келіңіз. Екі аяғына да байлап қойған. Қазір енді ашып, тазалап, өзім сөйтіп не алып беремін. Түнде дейді қыздырып, керемет болып жаттым дейді. Күшті болып, кейін дейді, сыртқа шыққан жоқпын дейді. Қайта шыға беретінем дейді. Енді бүгін түнде дейді бір керемет ұйықтадым деп не отыр. Осындай бір отзыв айтқан кезде бір қуанып қалам ғой. Рахмет. Құдай маған осындай бір керемет не берген екен. Әйтеуір осы массажды оқып алғаныма шүкір деймші. Осындай білгеніме шүкір. Осы бір аталарымызға, әйтеуір ағаларымызға, інілерімізге бір пайдасы тиіп жатса. Перчатка киіп, енді аламыз. Қаласа. Бісмилля деп бастайық. Бастап, алып. Кәдімгідей қызып тұр ғой мұны. Мұны қарасаңыздар, кәдімгідей не қылған. Сол уже. Енді мұнаны шешеміз. Бу болып жатыр ғой үш. Бу уже бәлігі тартылып деген. Екінші аяғында дәл солай шешіп аламыз. Атам күшті болып қалдым дегенде мен өзім мәз болып қалдым. Қараңыз. Буынан бәрі көріп бастар ма?
терлеп түріме терлеп шықтым дейді. Енді қазір мынаны сразу міне сүлгімен сүртіп аламыз. Ешқандай шіре де болған жоқ. Міне қараңыздар. Қып-қызыл болып тұр орындарды. Мына екінші аяқты да дәл солай шешеміз. Міне. Кеше ғана аяғы бүктелмей жатыр еді да, уже бүгін қараңыздар. Керемет жағдай, Мына қараңыздар. Қуанып отырмшы 85 жастағы атама көмектесіп, міне. Аяғы бүктелмей жатқан еді. Аллаға шүкір. Шүкір Алла. Міне. Қараңыздар. Міне. Аяғы басылып жатыр. Кешегінде мен не қойғанымда, міне, бұлай болып тұрған еді. Міне, тура осылай болып тұрған еді. Бүгін міне, шүкір Аллаға шүкір. Әрі басылып жатыр, әрі жиналып жатыр. Әрі басылып жатыр, әрі жиналып жатыр. Ал мына екінші аяқты да шешеміз. Алла сіздерге жеңілдігін берсін, ем болсын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, сіздерге керекті ақпараттар болса, өздеріңізге керекті ақпараттар болса, маған айтыңыздар. Менде мынандай ауру бар, мен не істейін десеңіздер, мен дереу осы нелерге қарсы емдерімді сіздерге жеткіземін. Рахмет. Қалай сата, жақсы болып қалдыңыз ба? Жақсы. Жеңілдік бар ма? Жақсы. Ем болсын ата, сау болыңыз, деніңіз сау болсын. Ойнап, күліп, шауып жүре беріңіз, жүзге келіңіз.